Венди Торберн мен Пеннидің бүгінгі көрсеткіштері өте жоғары. Енді олар Кристиан Деккерден бірінші орынды тартып алып, жеңімпаз атанбақ. Сұлтан екеуің өте керемет өнер көрсеттіңдер. Венди, бос мақтаудың қажеті жоқ. Жеңіс бәрібір сенікі. Жарайсың, Венди. Кедергілерді керемет өте білдің. Рахмет. Сені бұлай мақтай алмайтынымыз өкінішті. Өйткені шабысың туралы бөлек әңгіме айту керек. Білесің бе? Дәл қазір менің есіме жастық шағым түсті. Мен атышулы үлкен бәйгеде рекордтық көрсеткішпен жеңгенмін. Жұрт менің шабандоздығым туралы көп айтып мақтайтын. Құттықтаймын. Десем бола ма? Біз жолдасымыз екеуміз осы аптада өтетін жасөспірімдер байқауының демеушісіміз. Бәйгеде бағыңды сынап көрсең деймін. Ол өте керемет. Қайырымдылық шарасы болады. 8 қатысушы үш кезеңде бақ сынасады. Және соңында жеңімпазды анықтау үшін арнайы сайыс болады. Неге мен? Сен секілді қыздар бәсекелестікті арттырады. Және де ұйымдастырушылар жастарға қолдау көрсетуге рұқсат етті. Әрине, алғысым шексіз. Ендеше ойланып көр. Олимпиада ойындарының бапкері де жаңа таланттарды іздеу үшін арнайы келеді. Сенің неге ол бәйгеге қатысқың келмейтінін түсінбеймін. Мен 3 күн уақытымды Деккерлер отбасымен және олардың достарымен өткізгім келмейді. Және онда Кристиан да болады. Ол жеңісімен наразылық білдіріп жүр. Шаршамастан дайындалдың, тер төгіп еңбектендің, жеңіске әбден лайықсың. Шешім қабылдадың ба? Менің не істегенім дұрыс деп ойлайсыз? Бұл сен үшін үлкен мүмкіндіктердің бірі болмақ. Бірақ әрине, шешімді өзің қабылда. Егер мен баратын болсам, сенің үлкен көмегің қажет болады. Қандай? Шақыру бойынша 2 адамның баруына болады. Сен рухани қолдау көрсету үшін барыласың ба? Қуана барам. Жарайды, менің үйге қайтуым керек. Сендерді әкетуге келемін. Уақытты бос өткізбей мұқият дайындалыңдар. Және уақытты жақсы өткізіңдер. Көріскенше, әке. Рахмет, мырза. Қалай киінген көрдің бе? Басынан аяғына дейін қымбат брендті киімдер киген. Бүгін мынау гүлді көйлегімді емес, басқа киім кигенім дұрыс боларын сезіп едім. Бұл көйлек Бианка саған өте жарасады. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Бәйгеге қатысатыным туралы атанаң айтпады ма? Неге олар айтуы керек? Себебі оны шақырған сол кісілер. Ал мен Вендидің қолдаушысымын. Ендеше сен оның жанынан бір елі қалма. Айтпесе тұрғындар сені Гүлзармен шатастырып алып жүрер. Кристиан, кешірім сұра. Кристиан, бұл сен бе? Сені көргеніме өте қуаныштымын. Бізді досыңмен таныстырмайсың ба? Жоқ. Не деген ақылды едің. Егер оның орнында болсам, мен де осылай істер едім. Мен Кристианның сыныптасымын, есімім Лука. Өте қуаныштымын, мен Вендимін. Мәссаған, Венди сен бе? Сен туралы көп естідім. Сенімен бір бәйгеде бақ сынап көргім келеді. Мен Бианкамын. Неткен әдемі есім. Бұдан асқан іш пысарлық кеш болмайтын шығар. Кристиан Деккер 1 минут 16 секундтың арасында тамаша өнер көрсетті. Ол Лука Саттон мен жүйрік Пегасусты 2-ші орынға ысырып тастады. Жарайсың, Кристиан. Тамаша. Лука менің өнерімді мұқият тамашалаған шығарсың. Ал енді озып көр. Сөзі көп жеңімпаздан сабырлы жеңілген ойыншы артық. Осы айналымның соңғы қатысушы Венди Торберн мен Пенни. Сәттілік, Торберн. Мені қуып жететіңе сенбеймін.
Неткен тамаша өнер. Ол 1 минут 15 секунд арасында айналымды қатесіз жасап, жеңімпаз атанды. Уху! Я, Венди! Уху! Қалай жасау керектігін мұқият қараған шығарсың. Пегасустың ер тоқымын шешуге көмектесші. Әрине. Жақсы ойын болды. Я, керемет. Бәрі сәйгілігімнің арқасы. Өте қарапайым болудың қажеті жоқ. Сенің де еңбегің аз болмады. Кристиан, қалай ойлайсың? Мен Лукамен серуендесем қарсы емессің бе? Әрине жоқ, бара ғой. Мұнда екенсіңдер ғой. Венди, Кристиан, таныс болыңыздар. Жастар олимпиадасының бас бапкері Дженни Маклорен деген осы кісі. Екеуіңнің де көрсеткен өнерлерің мен шабандоздықтарыңа тәнті болдым. Рахмет. Бұл керемет. Таңғаларлықта ештеңе жоқ. Олардың дарынын көрген жолдасым екеуміз сені таңдап арнайы шақырдық. Жақсы таңдау жасапсыздар. Мен сендерді енді жіті қадағалап жүретін боламын. Шақырғаныңызға рахмет, Декер мырза. Қателік кетсек кешірім сұрайын, бірақ келесі айналымда бұдан жоғары нәтиже көрсетем. Кристиан, көрдің бе? Жеңімпаздар қашанда өз-өзіне сенімді. Әрі қарапайым болу керек. Венди сияқты өте талантты шабандоз қыздарды көрген кезде менің көңілім түсіп кетеді. Соншалықты мұңаюдың қажеті жоқ. Сен әзірге 3-ші орындасың, ал алда әлі талай сынақтар бар. Білесің бе, сенімен сөйлессем жеңілдеп қалам. Ол не? Ат жалбызы, Пегасустың сүйіктілері. Солай ма? Пегасусқа тамақ бергің келе ме? Әрине. Аттардың сырын жақсы біледі екенсің. Атқа отыра аласың ба? Иә, өте жақсы меңгермесем де, серуен құру үшін үйренгем. Венди мені керемет Дантин асуына алып барған еді. Одан әрі Шармок тауына баруға болады. Ол жерде ауыл алақандай көрінеді. Өте әдемі жер. Шынымен әдемі жер шығар. Мүмкін біз бірге, сен маған да ол жерді көрсетерсің. Енді тұлпарымды үйге апарым керек. Сонымен ертең кездесеміз бе? Асыға күтемін. Жарайсың, Венди. Осылай жалғастыра бер. Қайда кеттің? Саған оны білу міндетті емес. Саған не болды? Бұл кеш менің жұлдызды сәтім болуы керек еді. Неге үнемі менің жоспарымның тасталқанын шығарасың? Мені босқа кінәлауды қашан тоқтатасың? Я, сенің атаның саған қысын көрсеткенін мен білем. Әйткенмен сол үшін бәріне дөрекі болуың керегіне? Мұнда келгенім үшін қатты өкінемін. Бірақ ашуыма тигенің үшін, ертең мен сені тағы да жеңіп кетем. Венди Торберн мен Пеннидің тағда бір керемет айналымы. Олар 1 минут 24 секундпен бірінші орынды иеленді. Жарайсың, тұлпарым. Уху! Я! Керемет айналым, Венди. Жарайсың. Келесі кезекте Лука Сатто мен Пегасус. Сәттілік, саған сенемін. Төрт қателік жіберген Лука Сатто мен оның тұлпары Пегасус 1 минут 26 секунд аралығында өнер көрсетіп екінші орынды иеленді. Жаман емес, Лука, жарайсың.
Мақтайтын түгі де жоқ. Оған назар аударма. Келесі кезекте Кристиан Деккер мен Султан. Бір минут 26 секунд аралығында өнер көрсеткен Кристиан Деккер мен Султанның 4 қателігі бар. Демек олар Лукас Саттон мен екінші орынға таласатын болады. Төрешілердің әділ шешімін тағатсыз күтуге тура келіп тұр. Әділ қазылар өз шешімін шығарды. Лукас Саттон мен Пегасус екінші орынды иеленсе, ал Кристиан Деккер мен Султан үшінші орынға тұрақтады. Сен алар емеспін. Әділ қазылар Кристиан Деккер ереже бұзуына байланысты жарысты жалғастыруға тыйым салды. Енді ол бәйгенің келесі сындарына қатыса алмайды. Бұл ісіңді қалай түсінсек болады? Бүкіл әулетімізге кір келтірдің. Тіпті анаңның саған қарауға шамасы жоқ. Соңымнан ер. Деккер мырзаның қандай ашулы болған көрдің бе? Бірақ жарыстың ортасында сабырыңды жоғалтуға болмайды. Білемін, бірақ оның ата-анасы өте қатал. Және де ол кісі маған ерекше көңіл бөліп жүр. Оның жеңіліне олар себепші. Егер сен жеңілетін болсаң, ол саған мүлдем назар аудармайтын еді. Уайымдаудың қажеті жоқ. Ережені сақтамағаныңа кінәлемессің. Солай шығар, Бианка, бірақ мен шешуші бәйгеге қатыса алмаймын. Кристианға да керегі сол. Ол бізбен де Лукамен де өте дөрекі сөйлесіп еді. Үшінші айналымның басталуына аз қалды. Сондықтан қатысушылардың алаңға жақындауын өтінемін. Біздің кезегіміз. Өзі шынымен де керемет адам екен. Мені серуенге шақырды. Керемет, Бианка. Біз атпен серуенге барамыз. Маған бәрі қалай болған айтуға уәде бер. Ал бірақ қазір Пенни екеуміз алаңға шығуымыз керек. Я! Не болды? Лауазымды адамдар. Роузвалли жылқыларының ойын барысында күш беретін дәрі қолдану мүмкін деген күдік айтты. Не? Білем. Бұл қателік болу керек. Енді не болмақ? Тек сабырмен нәтижесін күтуіміз керек. Ол қанша уақытқа созылады? Деккерлер бұл зерттеуді тездетуге ниетті. Менің ойымша, олар да қатты қобалжып жүрген сияқты. Бүгінгі болған оқиғаларға байланысты Лукас Саттон мен Пегасус бірінші орынға көтеріледі. Енді не істемексің? Әкеме қоңырау шалуым керек. Әрине, мұның өте нашар жаңалық, бірақ бәрі жақсы боларына сенімдімін. Мен де солай үміттенем. Менің ойымша жиналғандардың бәрі, әсіресе Джейни де, мені күш беруші дәріні қолданды деп ойлайтын сияқты. Жаңалық бар ма? Султанның сынағы таза болды. Бірақ Пеннидің сараптамасының күш беретін дәрінің улары табылды. Сен бүгінгі жарыстан шеттетілдің, және бұдан әрі бәйгеге қатыса алмайсың. Бұл кеште болған оқиғаның сен үшін қандай әсері бар екендігін түсінетін шығарсың. Енді бәйгелерге қатыса алмауың да мүмкін. Мен қайта тексеруді талап етпекпін. Әрине, бұл сенің өз еркің. Қызым, көп ойымдаудың қажеті жоқ. Мен мәселенің ақ қарасын анықтап, шешуін табуға тырысамын. Соңымнан ер. Болған жағдайларға менің де бәй-жай қарамайтынымды біл. Солай болуы керек. Ата-анаң маған қолдау көрсеткен үшін сен мұның бәрін әдейі істедің. Жоқ. Неліктен өз әулетінің атағына кір келтіру керек екенмін? Әрине, күдікті жою үшін сенің өзіңнің де, менің де тұлпарыма күш беретін дәрі бергенсің. Сен қалай ғана бұлай ойлайсың? Мен өзімнің спорттағы жетістіктеріме кедергі ететін амалдарды ешқашан жасамаймын. Мен сен ойлағандай қатыгез емеспін, Венди. Менің саған көмектескім келеді. Сенің ойыңша бұл оқиғаға не түрткі болды екен? Білмеймін. Пенни бүгін күнде жеп жүрген үйреншікті азығын ғана жеді. Сен үнемі Пеннидің жанында болдың ба? Я, әрине. Не? Есіме түсті.
Бьянка Пенниге жалбыз беріп еді. Не боп қалды? Сұлтан таза. Бірақ Пенниден дәрі табылды. Масқара! Пенниге берген жалбызды қайдан алдың? Маған Лука берді. Тағы да бар ма? Жоқ, Пенниге бердім. Неге? Оған тыйым салынған дәрі қосылған сияқты. Мүмкін емес. Лука оны Пегасусқа да берді. Сендердің бұл ойларың қате. Лука ешқашан жамандыққа бармайтын, өте жақсы адам. Не, ұнатпағандықтан солай ойлап отырсың? Иә, солай. Бірақ мен оны жақсы танимын. Біз мектепте бірге оқыған кезде ол үнемі өтірік айтып, бәрімізді алдап кететін. Бар шындық осы. Бірақ сендердің көздерің жетпейінше, мен ештеңе айтпаймын. Сен оған сенесің бе? Сенерімді, сенбесімді білмеймін. Бірақ Лука Пенниге жақындау үшін сені пайдаланған болуы да мүмкін. Бұл өтірік. Бьянка, өтінем. Қазір сендермен сөйлескім келмейді. Бәрі жақсы болады. Оған біраз уақыт бер. Ал біз қазір жалбызды тауып, оны сынақтан өткізуіміз керек. Ешкім жоқ сияқты. Осында сақтайтын шығар. Оны тексерудің бірақ амалы бар. Сендер не істеп жатырсыңдар? Бьянкаға берген жалбыздарыңды іздеп жатырмыз. Келесі жолы рұқсат сұрау керектігін ұмытпаңдар. Ол жалбыздың қажеті қанша? Біздің ойымызша оның құрамында қоспа дәрі бар. Не? Әрине. Сендер Пенниді ойлап жүрсіңдер, бірақ менің оған ешқандай қатысым жоқ. Солай ма? Ендеше дәлелде. Міне. Мені сондай жағымсыз іске барады деп ойлағандарыңа сенбеймін. Егер басқа сұрақтарың болмаса, Пегасус екеуміздің келесі айналымға дайындалуымыз керек. Қылмыскерді табуға тілекшімін. Қанекей, осыны сынақтан өткізіп көрейік. Сонымен? Сынақ нәтижесін алдым. Ешқандай дәрі жоқ екен. Бірақ ол мүмкін емес. Ешқандай кінәмнің жоқ екендігін қалай дәлелдейтінді түсінбеймін. Сен Бьянкамен сөйлестің бе? Жоқ, ол бізбен бірге қайтпады. Мыңдаған хаттар жазсам да жауап қайтармады. Ол мені жек көріп кеткеніне сенімдімін. Жоқ, олай емес. Бьянка, сені көргеніме сондай қуаныштымын. Мен болған оқиға үшін кешірім сұраймын. Әрине, бұл оқиғаның сенің спорттағы тағдырыңа кері әсер ететін білем. Маған жамандық тілемейтініңді де білем. Сен Лука туралы дұрыс айтыпсың. Ол бізге өзінің жалбызын берді. Оның құрамында ешқандай дәрі болмады. Мені кешірші. Не болды? Луканың Пенниге берген жалбызының қорабы қызыл болды. Сенімсің бе? Ол қорапты сөмкесінің жанындағы қалтасына салған еді. Бірақ енді оның маңызы жоқ шығар. Өйткені қорапты лақтырып тастаған. Оны тексеруіміз керек. Қалай? Сен Лукамен бірге серуенге қашан барасың? Бүгін кешке бару керек. Әйткенмен сол серуеннен бас тартатын сияқтымын. Бьянка, өтінем. Ол кездесуге сенің баруың керек. Ол осы жерде. Вау! Сен рас айтыпсың, Бьянка. Өте әдемі екен. Роуз-Валлидегі ең сүйікті жерім осы. Аттарды байлап қояйық. Бұл жер таза ауамен демалуға өте қолайлы. Сенің қарның аш болатын шығар деп ойладым. О, қандай тамаша. Тамаша жерге алып келгеніңе рахмет. Тамақтың құрамы дұрыс емес пе? Жоқ, мен аттардың да қарны ашқан шығар деп ойладым. Сенде тағы жалбыз бар ма? Тоқта, осында екен ғой. Пегасусқа да берсем бола ма? Жоқ. О, өтінем. Ол жалбыз жегенді ұнатады. Бұл жалбызды Пегасусқа беруіңе болмайды. Неге болмайды, Лука?
Мыналар мұнда не істеп жүр? О, біз сені аңдып жүрміз. Бьянканың көмегінің арқасында өзімізге қажеттіні тапқан сияқтымыз. Енді сенің Пенниге күш беретін дәрі бергенің анық болды. Өздерің қоймайды екенсіңдер. Менің әкем инспектор, ол кісіні көрген кезде езуіңдегі күлкі жоқ болады деп сенемін. Полиция? Тыңда, мен тек жеңгім келді. Венди өте мықты шабандоз деп естідім. Сондықтан сені жеңу үшін бір амал ойлап табу керек болды. Мені пайдаландың. Ойымды іске асыру үшін оның жан досын пайдалануға тура келді. Бұл өте керемет, әрі ыңғайлы жоспар еді. Кешір мені, Бьянка, сенің жақсы қыз екеніңе таласым жоқ. Өз ісіңді іске асыру үшін мені ойыннан шығардың ба? Басында үмітім жоқ екенін сезініп, Бьянканың тұлпарына жалбыз жібердім. Ал саған жасырын нөмірмен қоңырау шалып, ойыннан шығардым. Бірақ ешкім менен күдіктенбеді. Жоспарым керемет болып еді. Жоқ, біздің жолымыз болыпты. Лука, сен айғақты сақтап жүріпсің. Мен ойлағандай ақылды емес екенсің. Осы уақытқа дейін жоспарың іске асыпты. Жалбызды сынақтан өткізейік. Луканың арам істерін анықтауға көмектескенің үшін рахмет. Торберн менің көңілімді жібіттіп, өзіңді қолдағанымды қалайсың ба? Бұл ойың іске аспайды. Мен сені күмәнсіз жеңемін. О, солай ма? Ендеше дайындал. Венди, сенің әкең арам істерден сақ болғаның үшін қуанышты екенін жеткізді. Венди, енді өзіңнің мүлдем күнәсіз екеніңді дәлелде. Мен бұл туралы Бьянка мен Кристианның көмегінсіз мүлдем біле алмас едім. Лукаға не болады? Ол жалбыздың құрамында дәрінің болған анықталған сәттен бастап ойыннан шығады. Және ешқашан ешқандай жарысқа қатыса алмайды, әрі оның үстінен қылмыстық іс қозғалатын болады. Жарайды. Бүгінгі бәйге сендерге сәттілік әкелсін. Венди, біздің олимпиадаға қатысуға мүмкіндігіміз бар. Бұл керемет емес пе? Бьянкадан сенші сұраймын. Бьянканың өзі қайда жүр? Бұл оқиғадағы шындықты табуға көмектескенің үшін үлкен алғыс білдіреміз. Ал Лука нағыз ақымақ екен. Бұл шын жүректен болды. Келесі кезекте Венди Торберн. Ол соңғы айналымға өте жақсы өнер көрсеткен 8 ойыншының қатарында. Сен шынымен де жалбыз қосылған балмұздақ жемейсің бе? Ал мен қатты жақсы көрем. Жоқ, рахмет. Енді мен жалбызды мүлден атпайым. Алға, Венди! Дубляжның режиссері Алмас Ақажанов, дыбыс режиссері Марат Төлеубаев, аудармашылар Фатима Садықбекова, Мадина Жүнісбаева, редакторлар Мәулен Аметханұлы, Сандуға Шесенбекова, мәтінен дыбыстағандар Айнур Бабаева, Тимур Пьянов. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Казмедиа Мобайл.